жеп естелік бар. Ташкент қаласында халықлар достығы сарайының қасында инсан мейірім шапатын бұндай дәл суретленген шығарма көрмегенмен мен бұрын расында. Бүгін Шомрай районында Есебам қадірлеу күнін белгілеп жатырмыз. Бүгін 80 жылдық ұрыстың жеңіс күнінде 80 жылдығы соған біздер қатынасып, район басшыларымен бірге есеп жатырмыз. Ұрысқа қатынасқан ата-бабаларымызды, әкелерімізді, аналарымызды, солардың көрсеткен қаһармандықтарын есеп жатырмыз. Шомрай районының Чернобыль қатынасушыларымыз бүгінгі жеңіс күнімен әмет халқымызды, елімізді құттықтаймын. Бүгін Шомрай районында 9 май естілеу һәм қадірлеу күні кең жәмәатшілік ұрыстың 80 жылдығы байрамы менен райондағы хасіретлі ана естелігіне гүлдер қойып, өздеріміз бұрынғы ата-бабаларымыздың ерлігін еш уақытта сонша жыл өтсе де міне ұмытпаймыз. Бұл ұрысқа менің өзімнің атам да ұрысқа кетіп міне қайтып келмеген. Бұны кемпір апам һәм уақыт баласын күтуменен жасады, өмірден өткенше күтуменен жасады. Бұны баққан менің әкем менен анам да сол өзінің анасын, баласын күткеніндей өздері өмірден өтемен дегенше күтті. Біздер де мәселен кішкентай уақытта сол атамызды келеді деп һәм уақыт күтіп жасадық. Міне қазіргі уақытта міне аспанымыз ашық, тыныш, бақытлы заманда жасап жатырмыз. Міне бұндай қарақатшылық заман һәм уақыт давам ете берсін. Кейінгі әулетларымыз, біздердің ақылық шауқларымыз еш уақытта бұндай ұрысты көрмесін.